Саламатсыздар ма? Мен Анесов Ахмет Люжанович болам. Мына қағаз құжат деген 2019 жыл Ақтөбе қалалық сотының Мусина деген жіберген қағазы, яғни бұнда деген жазылып көрсетіліп тұр. Сіздің арызыңыз бойынша жұмыссыз ретінде сіздің атыңызбен тіркеліп басқа адам 4 ай бойы жәрдемақы алып отырған бойынша қылмыстық іс қозғау туралы арызыңызды қарап жауап беріледі дейді. Яғни Қылмыстық процестік кодексінің 34 бабының 2 бөлігі бойынша қылмыстық қудалау органы жәбірленуші сот төрелігіне қол жеткізу, қамтамасыз ету және қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген зиянды өтеткізу шаралар қолдануға міндетті дейді. Бұл орайда сізге аталған жағдай бойынша қылмыстық қудалау органына жүгінуіңіз қажет екені түсіндіріледі дейді. Сот Мусина. 2019 жыл деген заңсыз деген менің вообще бастапқы 2016 жыл деген менің жеке құжаттарымды деген Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданындық халық жұмыспен қамту орталығы құжаттарын жұмысқа тіркеп қойып ай сайын айлық алып отқан кінәлі адам жоқ. Одан ары 2019 жыл бізді деген сыртқы құбырлардың құрастырушы мамандығына оқытты. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданындық халық жұмыспен қамту орталығы. Біздер деген бір апта оқыдық, қағаз құжат бойынша 1 ай толық оқыдық дейді. Ақтөбе қаласында, біз Қандыағаш қаласында оқыдық, 2 бөлмелі пәтерде. Сол кезде мен деген жазбаша түрде жазып бердім. Мен деген сол кезде Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы әкімдігінің халық жұмыспен қамту орталығы коммуналдық мемлекеттік мекеме директоры Махимов жазып берген, что курсы Қандыағаш қаласында ерсін оқу орталығы жүргізді. Сол себепті оқудың білім алушының тұрғылықты мекенжайы орналасқан қалада, яғни Қандыағаш қаласында өткізілуіне байланысты жататын жер және жол ақысына қаржы төленбейтіндігін ескертемін. Жазбаша түрде қағаздар да бар менде, міне. Өздеріңіз көріп отырсыз. Ал енді менің арызым бойынша анықталғаны: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департамент. Мында көрсетіліп тұр, что біздер деген бізге проездге де ақша берілді дейді. 1921 теңгеден